Қадірлі жерлестер, біз жақында қала күнін тойлағалы отырмыз. Себебі біздің жылдағы жасап жатқан жұмыстарымыздың нәтижесін осы қаладағы тұрғындар көрсін, өздерінің жақсы жағдайларын, жұмыстарын, қаланың абаттанғанын, қанша скверлер, бульварлар ашылғанын, әсіресе мынау жібек жолының бойындағы жақсы жаңадан жасаған жұмыстар, соның барлығы қаланың қазіргі әкімнің, оның командасының жұмысы деп есептеймін. Өзім әкім болғаннан кейін оның қандай жұмыс екенін, қандай қиындықпен болатынын барлығын сезгеннен кейін айтып тұрмын. Осы мерекеменен 202 жылға толайын деп жатқан біздің қаламыздың мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға жақсылықтар тілеймін. Осы қаламыз өсіп өркендеп гүлдене берсін.